ұйықтасаң ұйықтай бер, таң намазда. Әлі сол сұрақтар қойылып жатыр. Ұйықтап қалыппын дейді. Соны құптаннан кейін оқиын ба? Біреулер айтып жатыр ғой, құптанның алдын оқы деп жатыр. Қай уақытта оқиын деп сол сұрақ әлі қойып жатыр. Ұйықтап қалыппын деген адам жоқ жұмыста. Таң атпай қалада көреміз. Таң атпай адамдар тұрып алып остановкада күтіп тұрады. Далада аяз ба, жауын шашын ба, тұр сол адамдар. Алла жеңілдік берсін. Түсінде ол адамдар 00:09-дан істеуге болмайды, кешуге болмайды. Ұйықтап қалыптым, кеше тойдан кеш келгенім түнде. Машинем баллоны жарылып қалып деген нәрсе жүрмейді сенің жұмысыңда. Олар түсінде ол нәрсені. Егер соны 00:09-да жұмыста болмаса, бір ескертіп алады, екі ескертіп алады, үшіншісі жұмыстан қуып жібереді. Кет бар дейді. Тойың тойлап жүре бер, ұйықтап жүре бер, сен осылай екен. Ол біліп тұр, оған ондай болмайды. Намазда солай деп біліңіздер, құлшылықта солай деп біліңдер. Сенің тиіп қашып оқыған намазың ешкімге керек емес. Ол саған керек. Сен жан таласып, уайымдап, соны будильникті қойып таң намазға сөйтіп жүрсең, онда сөздегі баракат, байлық саған беріледі. Дұрыс орындап жатырмын ба, дұрыс емес орындап жатырмын ба деп сен ғана соған жан күйдіріп басыңды қатырмасаң, сенің құлшылығың ешкімге керек емес.